Қайырлы күн баршаңызға. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді, ыстықтай желініп кететін қатпарлы етті бәліш дайындаймыз. Дайындалу жолын толық көргіңіз келсе, видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Бізге қажетті заттар: ұн, су, сұйық май, тұз, құмшекер, қамыр қопсытқыш. Ыдысымызға ұн, тұз, құмшекер, қамыр қопсытқышты салып араластырып аламыз. Үстінен сұйық майымызды құямыз, суымызды құйып, қамыр илейміз. Бастапқыда венчикпен араластырамыз, артынан қолмен илейтін боламыз. Қамырды жақсылап илеп алғаннан кейін теңдей төртке бөліп, ыдысқа салып, бетін жауып, тынықтырып қоямыз. Салмасын дайындауға қажетті заттар: тартылған ет, пияз, сәбіз, тұз, бұрыш. Үлкен бөлігінен өткізіп аламыз. Және алдын ала дайындап қойған ыдысқа саламыз. Артынша пиязды ұсақтап тураймыз. Және барлығын бір ыдысқа салмамызды араластыратын боламыз. Сәбіздің үстінен пиязды, одан кейін тартылған етімізді саламыз. Тұз бұрышымызды саламыз. Жақсылап араластырып жібереміз. Араласып дайын тұрған салмамызды теңдей төрт бөлікке бөліп аламыз. Тынығып дайын болған қамырларымызды алып, біреуінен бастап жая бастаймыз. Бізде 4 дөңгелек шығатын болады. Әрқайсысын жеке-жеке жайып, салмаларын салып дайындайтын боламыз. Қамырымызды еттің қамырына жайғандай өте жұқа қылып жаямыз. Жұқа қылып жайған кезде қатпарларымыз өте әдемі болып шығады. Мінекей қамырымызды осындай қылып жайып алдық. Үстінен ерітілген сары майымызды жағып шығамыз. Төртке бөліп қойған дайын салмамыздың бір бөлігін алып, қамырымызға жайғастырып шығамыз. Барлық жеріне бірдей кететіндей біркелкі қылып жайып шығамыз. Салмамызды салғаннан кейін шеттерін кесіп шығатын боламыз. Бірінші үстіңгі бөлігін кесеміз. Одан кейін астыңғы бөлігін кесіп шығамыз. Шеттерін ортасына дейін кеспейміз. Енді бір-біріне қабаттаймыз. Үстіңгі бөлікті қабаттап сары май жағамыз. Оны бетінен жабамыз қайтадан. Енді ортаңғы бөлігін қабаттайтын боламыз. Ортасына сары май міндетті түрде жағамыз. Жабамыз қайтадан үстінен. Сары май жағамыз. Үстіңгі және ортаңғы бөлігін бір-біріне қабаттаймыз. Астыңғы бөліктерін қабаттаймыз. Барлық қабаттарды бір-біріне қабаттап, бәлішіміздің формасын шығарамыз. Шеттерін жабыстырып шығамыз бүктеп. Мінекей екінші бөлігін дайындап жатырмын. Дистіға 2 штуктан салатын боламын. Общий 4 штук шығады. Бәлішті пешке салмас бұрын осылай оқтаумен көлемін үлкейтіп басып шығамыз. Пешті алдын ала қыздырып алдым. Дистке пергамент төсеп, үстінен жаңа 2 штук бәлішіміз саламыз. Үстінен жұмыртқан сары тұзын жағып шығамыз. 180-200 градуста 30-35 минут пісіріп аламыз. Мінекей біздің өте дәмді қатпарлы етті бәлішіміз дайын болды. 4 штук шықты. Әрқайсысын 4 бөлікке бөліп, әдемілеп қонақтарыңызға ұсынсаңыздар болады.
бәлішімізді ортасынан кескенде осындай болады. Өте әдемі, қатпарлы, ыстықтай жесе тез желініп кетеді, өте тойымды. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лүпіл басып пікір қалдырып маған тіркелуді ұмытпаңыздар. Видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болғандарыңызға рахмет.